Уалейкумсалам. Санжар, бүгінгі жаһандық экономика және Қазақстан тақырыбындағы жазғы мектеп курсына қош келдің деймін саған. Рахмет. Өзіңнің қызығушылығың туды және де бұнда бүкіл ақпараттардың барлығы 2067 жылға дейінгі уақыт капсуласына салынатынын білесің. Иә. Ең біріншіден саған қоятын, мен өзімді таныстыра кетейін. Тарих пәнінің мұғалімі Манатбек Жұман Манатбекұлы және 9-шы сынып оқушысы Зейнжулин Санжар деген оқушымыз. Санжар, ең бірінші жазғы мектептегі жаһандық экономика және Қазақстан курсына келуіңнің себебі неде? Не қызықтырды сені? Жалпы мен алдында естігендей осы капсулаға экономикаға байланысты бір ақпарат қалдырған еді. Сол себепті осы курсқа келдім. Және жасыратыны жоқ, осы курсқа мен барып достарым келгендіктен сол себепті де осы курстарды. Тамаша. Екіншіден Санжар, қалай ойлайсың, осы уақыт капсуласының ойлап табылуы, 50 жылдан кейін оларға жәдігер ретінде берілуі, осы дұрыс бастама ма? Мен ойымша ол дұрыс бастама, себебі бізден кейінгі келешек ұрпақ өзінің ата-бабаларының, ата-аналарының бұрын қалай өмір сүргенін және де қандай заттармен қолданылғанын барлығын білгісі келеді деп ойлаймын. Себебі қазір мысалға бізді кезінде біздің ата-бабаларымыз, ата-әжелеріміз қандай құрылғылар қолданды, қалай өмір сүргенін білгіміз келеді. Санжар мырза, қалай ойлайсың, осы 50 жылдан кейін келешек ұрпақ сол капсуланы тауып алғанда, экономикаға қатысты біздің материалдарды тауып алғанда, оларға не қызықты болады деп ойлайсың? Жалпы мен сол кезде былай өзім ойлаймын, ол кезде техника жақсы дамимай, айтып кеткендей түрлі ауадан салатын бір құрылғылар пайда болады деп ойлаймын. Және сол себепті де мен ол біздің ата-бабаларымыз қандай құрылғылар қолданса, бәлкім ол кезде компьютер болмайды, флеш-карта деген нәрселер болмайды. Сол себепте олар қандай көрініс, қалай көрінетінін, қандай өзімен не таныстыратынын сол жайлы білгісі келеді деп ойлаймын. Өте жақсы Санжар. Ал экономикаға байланысты ол мысалға мұнай айта кеткендей мұнай қоры 50 жылдан кейін алынады дегенде әңгімелер бар, әңгімелер дұрыс. Және де сол мұнай қоры біздің кезінде қалай қолданылды, қанша тұрғанын сол жайлы мысалға экономика жағынан білгісі келеді. Біздің валютамыз. Иә, валютамыз бойынша. Және қандай заңдылықтар бар, ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп дейсің ғой. Иә. Экономика. Санжар, мемлекет болғаннан кейін ол экономикасыз болмайды, иә? Сондықтан да мына біздің балалар экономика туралы инфографика, интервью, банкке саяхат, тағы басқа видео, аудио материалдарды қалдыратын болады. Олар қаншалықты маңызды деп ойлайсың сол кез үшін? Жалпы мен ойымша оқып танысқан әрине қызықты, дегенмен егер де болған нәрсені өз көзімен, құлағымен естісең, ол өте қызықты және жақсы болады деген үміттемін. Сол себепті біздің қалдыратын ақпарат сол капсулада қалып, сол көрген біздің ұрпақтарымыз десек, солар бізді көріп, бір қызық көрінеді деп ойлаймын. Себебі біз қазіргі күні соғыс кезінде болған оқиғаларды шынайы видео материал тамашалаған кезде бір денемізден бірден келіп жүргізіп өте жақсы әсер болады. Және шынайы артефакттар, фактілер, дәлелдер дейсіз ғой. Олай болса, құрметті біздің оператор мырза, мынау бүгінгі біздің жаһандық экономика және Қазақстан курсының бірінші күні Санжар 9 сынып оқушысы, озат оқушы Санжармен болған сұхбат және оның мұғалімі Манатбек арамыздағы сұхбат сіздерге естелікке қалып отыр. Аман жүріңіздер.